басын Майқы би атамыздың сөзімен бастағым келеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді деген сөздермен бастағым келіп отыр. Мен енді жаңағы қарап отырсам барлығы жастар, мен енді мына үлкен кісі не істеп жүр деген ой келетін шығар сіздерге. Мен 2006 жылы үлкен баламды осы лицейге алып келдім, ата-ана болдым. Сол кезде менің өзімнің ата-ана екенімді ғана сезіндім. Оған дейін мектепте оқыды әрине. Бірақ емтихан арқылы, қиыншылықтар арқылы балам лицейге түскен кезде мен ата-ана екенімді сезіндім. Не үшін дейсіздер ғой? Бұл лицей мені таң қалдырды. Несімен таң қалдырды? Келгеннен бастап тәрбиешілер, топ жетекшілері әр сенбі сайын шақыра береді. Теннис дейді, барам, ойнай алмасам да барам, қатысуым керек, балам оқып жатыр. Волейбол дейді, барам, қатысам. Шахмат дейді, барам, қатысам. Пикник дейді, барлығына келем, қатысам. Сөйтіп жүріп, қарасам, бірінші келгенде баламның білім деңгейі кішкене төменірек болды да, ойладым, мен енді қалай көмектесем, мен өзім үлгі болуым керек. Қарасам, жаңағы іс-шараларға қатысып жүріп, енді белсенді ата-ана болып шыға келдім ана жерде. Сертификаттар аламын, марапаттар аламын, балама көрсетем, балам мәз. И оның да деңгейі, сабақ деңгейі күшті көтеріліп келе жатыр. Ішімнен ой қуандым, жақсы. Енді осы жерде мен сұрап алайыншы, ата-аналар бар ма араларыңызда? Ата-аналар қол көтерсе, сіздерге ориентир жасайыншы. Рахмет. Осы ата-аналар айтуы мүмкін, я, сіз қатыс дейсіз, жаңағы белсенді ата-ана бол дейсіз, бірақ бала шағаларымыз бар, оларды қайда тастаймыз дегендей. Әр сенбі күні мен одан кейінгі балаларым бәрін шұбыртып алып барам, ұялмайм, алып барам, келем отырам, пикник болсын, қандай іс-шара болсын, маған қызық, балаларым кішкентай ғой, оларға да қызық енді. Шай ішіп, тамақ жеп отырады ана жерде. Мен өзім қатысып іс-шараларға жүрем. Сонымен айтайын деп тұрған кішкентай балаларым үлкен әпкесіне қарап, шет тілдерін меңгеріп қызығып бастады. Тәрбиесіне қызығып бастады. Қарасам, оларда да қызығушылық артып бара жатыр. Мен белсенді ата-ана болып жүріп, ата-ана комитеті болып алдым. Ата-ана комитеті кәдімгі мен екінші жұмысым ғой. Мен екінші жұмысқа барғандай барып тұрам. Қалмайым, қалсам бірдеңе жетіспей қалады. Сонымен не керек? Ең соңында жаңағы балаларым қазіргі таңда барлығы бакалавр, магистратура бітіріп, жұмыс істеп жатыр, отбасылы болып кетті. Олардың барлығы жаңағы енді мақтанған емес, грантқа түсіп, грантқа түсу арман ғой барлық студент үшін. Барлығы грантқа тәмамдап осындай бір жақсы жетістіктер болды. Ол кезде өзімде ұстазбын, басқа колледжде директордың тәрбиесі бойынша орынбасарымын. Енді мен не істеймін? Жаңа лицейде мен көріп жүрген бүткіл құндылықтарға жаңағы негізделген бүткіл дүниелердің барлығын өзімнің колледжіме енгізуге тырыстым. 16 топ бар колледжде, тәрбиесі бойынша орынбасарымын. Барлығын кіргізуге тырысып, сол бойынша жұмыс жасадым. Колледжде 16 топтың ішіне бір топты өзіме кураторлық жасадым 4 жыл бойы. Ол топта енді менде қыз балалар болғаннан кейін енді маған қыз бала тәрбиесі жақынырақ болды да бастауыш білім беру тобын алдым. Ол топта мен 4 жыл бойы жаңағы кураторлық жасадым, топ жетекшілік жасадым. Сол кезде жаңағы біздің учредителіміз, директорымыз маған айтады: Светлана Сомменовна, в чем секрет? Қандай секрет бар? Сіздің тобыңызда құқық бұзушылық жоқ. Сіздің тобыңыз тәрбие бойынша бірінші орында, білім бойынша бірінші орында. Не үшін болай болып жатыр? Ал мен айтам: апай, неспалабенно, бұл жерде менің секретім ата-анамен жұмысты алға қоя білдім. Ата-анамен жұмыс, менен түсінгенім, өмірлік тәжірибемнен ата-анамен жұмыс қарым-қатынасты мықты жасау керек. Кеше біз ер балалар лицейінде және қыз балалар лицейіне бір шама саяхат жасадық. Сол кезде Муаммер Гүл деген біздің әлемді танытқан ұстазымыздың сөзі мықты ұнады маған. Ол кісі айтады: жаңағы бірінші ұстаз, ата-ана, оқушы, ата-ана барлығы 60 градуста тепе-теңдікті ұстап тұру керек. Егер осы тепе-теңдік бұзылса, қарым-қатынас бұзылады, күш жойылады. Сол сияқты мен соған өзімше жаңағы барлық мақсатым ата-анамен жұмысты мықты жасай бердім. Сонымен ең соңында жаңағы айтып отырмын ғой, тобымда 20 қыз бала болса, 20 қыз баланың ішінде 10 оқушымыз жаңа
үлгілі дипломмен тәмамдап, барлығы жоғары оқу орындарға түсіп, барлығы жұмыспен қамтылып, сондай бір жақсы көрсеткіш көрсеттік. Енді осы мен өмірлік тәжірибемнің барлығын алып келіп отырып, жинақтап отырып, осы пандемия өткенде болды ғой, карантин, барлығымыз үйде отырдық. Сол кезде бір есеп беру керек болды. Сол есепте енді қазіргі таңда мен оқу ісі жөнінде директордың орынбасары болсам да, ата-аналармен жұмысты мен тоқтатпадым. Ата-аналармен қазірде осындай жұмыс жасаймыз, есеп беру керек болды. Сол есепте жаңағы мен бүткіл осы карантиннен алдын желтоқсан айын отан сүйгіш айы деп алып, 16 желтоқсанға 16 іс-шара деп біз осы ата-ана, студентпен және ұстаздар барлығымыз бір жақсы іс-шаралар өткіздік. Осы іс-шаралар не үшін, қайдан шықты? Сол кезде ата-аналар айтты. Бізде ата-аналардың барлығы Ақтау, Атырау, Астана, енді ұзақта ғой, балалардың бәрі жатақханада жатады, қыз балалар. Сосын осы 16 желтоқсанға 16 іс-шара деп біз бүткіл құндылықтар, қазақи құндылықтарымызды, дәстүріміздің барлығын дәріптейтін бір жақсы іс-шаралар өткізсек деді. Енді бұны жаңағы көзбен көру керек еді, бұлай ауызбен жеткізу қиын. Мысалы үшін ұмытылып бара жатқан қазақи дәстүрлерімізге жаңағы табақ жасау, жаңағы ас мәзірін, қыздарға мысалы құйымшақ қойылады дегендей, күйеу балаға төс қойылады дегендей, мысалы соның барлығын ата-анамен бірге, студенттермен бірге қамыр илеу, жаңағы бауырсақ пісіру, жаңағы шай құю, дастарханды мәзірін әзірлеу, барлығын осын барлығымыз бірге жұмыс жасап, осындай бір керемет жаңағы той секілді осындай бір бұрынғы біздің ауылымыздың иісі келгендей бір сондай іс-шаралар өтті. Сол кезде ата-аналар, студенттер барлығы рахметін айтып, ұзақтағы ата-аналарымыз звондап, хабарласып, біздің қыз балаларымыз енді шын ғой, ертең колледж тамамдағаннан кейін алла бұйыртса тұрмысқа шығады. Сол кезде дайын келін дайындап жатсыз дегендей осындай бір жақсы біздер лебіздер алдық. Ол да біз үшін үлкен жаңағы жетістік деп ойлаймыз. Енді айта берсек, бұл енді мен шынымды айтсам, қарасам жастар дайындалып жатты да. Біз мына жерде Нұрорда өте жақсы қарсы алды, барлығымыз жатақханада, қыздар күнмен түнмен дайындалады. Мен дайындалайын десем, еш нәрсе дайындаламын. Бұл өмірім да мен себебі. Мен сіздерге жай өмірімді айтып жатырмын ғой. Сонымен жаңағы енді айтайын деп отырғаным, жаңа айтып отырмын ғой, пандемия кезінде есеп бердік. Соны Алматы білім басқармасына бізді өте жақсы мақтап, бізге өтініш жасады. Осы құндылықтарға негізделген оқу ордасының алтын үштік жұмыстары туралы бізге семинар өтіп берсеңіздер деп. Сол себепті өткен жылы Алматы облысында орналасқан бүкіл колледждер арасында және де Алматы қаласында орналасқан бүткіл колледждер арасында біз осы тақырыпта үлкен семинар өттік. Семинарда өте қызық болды. Барлығына жаңағы себебі бұл тақырыпты бұл жерде қысқа айтып отырмын. Ол жерде ашып айтылғаннан кейін олардың бәрі қызығушылық танытып, енді бізбен жұмыс істегісі келетін, біздерді осылай қонақ ретінде шақырып, осындай бір семинарлар өткізіңізші деген ұсыныстар түсіп жатты. Біз оған дән ризамыз. Және де жаңағы сөз соңында айтайын дегенім, неге мен өзім туралы бастадым. Мен осы жерде отырған ата-аналарға айтқым келеді. Ешқашанда балаңыз үшін үлгі болуды тоқтатпаңыз. 40-қа келесіз бе, 50-ге келесіз бе, 60-қа келесіз бе, өмір бойы балаларыңызға үлгі болыңыздар дегім келеді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бүгінде осы Q-Talksқа жастардан қалмай келіп тұрғаным, ол да балаларыма ары қарай үлгі болудың бір нышаны деп қабылдасаңыздар. Рахмет.